Бизнес менеджер ашылды. Міне қазір осындай терезе болып ашылады. Мына жақта жаңаға ашқан страницамыз тұр. Енді осы екеуін бір-біріне жалғау керек болады. Ол үшін мына бизнес менеджерға қайтадан ораламыз. Осы жерде еще инструменты, настройка страницы, настройка компания, рекламный аккаунт, осыларды қолданатын боламыз. Бізге қазір керегі настройка компания. Міне, осында кірген кезде бізде мына жерде, мына сол жақ бөлігінде люди, партнеры деп тұр ғой. Осы жерден аккаунты бөлімінде, міне, ящиктің фотосы тұр. Осы жерден страницаны басамыз. Міне, бұл жерде бізде әлі, міне, здесь будут показаны все страницы Фейсбука деп тұр. Яғни ешқандай әлі страница алынған жоқ. Добавить дейміз. Міне, запросите доступ, не болмаса добавьте страницу деп тұр. Біз алғаш рет, бірінші рет қолданып тұрғанымызға байланысты добавить страницу дейміз. Мына жерге өзіміздің жаңағы страницамыздың атын жазып тауып аламыз, не болмаса ссылкасын теру арқылы, яғни сілтемесін жазу арқылы табамыз. Бірінші жолы сілтемесін жасау арқылы болса, жаңағы мына жердегі, міне, сілтемесі тұр ғой, мына. Осы сілтемесін скопировать ету арқылы мына жерге жазамыз. Мына. Осылай еткен кезде обувь Алматы деп шығады. Не болмаса, сіздегі магазиннің атын мына обувь Алматы деп терсеңізде, осы парақша шығады. Добавить страницу дейміз. Міне, бізде страница қосылды. Закрыть. Енді ары қарай бізге рекламный аккаунт ашу керек болады. Оны келесі қадамдарда көрсететін боламыз.